намаз қалдырып кеткен адам діннен шыға ма? Намазды қалдыру мәселесі өте үлкен. Егер бір адам шынымен-ақ намазды парыз емес, мен мойындамаймын, бұл бомағыр нәрсе, немесе Мұхаммедтің астағфирулла ойлап тауып алған нәрсесі дейтін болса, ол анық діннен шығады, ол мұсылман болмайды. Оны мұсылман деп атамаймыз, оған жаназа өтпейді, оған ешқандай Құранда еш нәрседе жұқпайды. Бірақ егер намазды мойындаймын, бар, иә, дегенменен енді мен жалқаумын десе, жалқау екіге бөлінеді. Егер бірде оқи алмай, солай енді бір күннің намазын ақсатып жүрген жалқау болса, ол кісіге негізі зәжір, яғни бір кішкентай жазалар қолданып, сәл енді әдептілік сақтауға бұйырылады. Немесе қарапайым айтқан кезінде ол кісі бәрібір мұсылман ғой. Негізі бірақ ол кісіге көп уағыз айтылып, бірақ ол кісі діннен шықты деген сөз айтылмайды. Ал егер жалқау адам әрдайым намазын тастап қоятын адам болатын болса, оған күмән бар, ғалымдарымыз оның жүрегінде кәпірлік бар дегенде сөздер келтіреді. Сондықтан сол күпірліктен таза болу үшін адам баласы, мұсылман адам намаз оқу керек. Мысалы, бір адам шофер болса, мен шофермін деп, бірақ ешқандай машина айдамаса, оның шофер екенін қайдан білесіз? Сол сияқты бір адам мен мұсылманмын десе, ол адам намаз оқып, ораза тұтқаны абзал болады. Бірақ біз намаз оқымағанды кәпір деп айтпаймыз. Өйткені оның ішінде қандай себептер бар, не бар, қалай бар білмейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда мутаватир хадис бар. Ол хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кімнің ақырғы сөзі ла илляха иллалла Мұхаммад расулуллах сол жәннатқа кіреді дейді. Мүмкін ол күндердің күні жәннатқа кіретін амал жасар деген үмітпенен ол кісіге жеңілдікпен, жұмсақтықпен қараймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келген көп жаңағыдегі тәлімдер бар. Сол тәлімнің біреуі Мұса пайғамбарды Фирғауынға, кәпірдің патшасына жіберіп атқан кезінде, сондай залым патшаға жіберіп тұрған кезінде де қулу лаху қаулан лайина деген бұйрық бар. Оған жұмсақ сөз айтыңдар деген бұйрығы бар. Сондықтан тіпті кәпірдің, залымның өзіне жұмсақ айтқанда, біз күнәһар адамға міндетті түрде жұмсақ сөзді, жұмсақ мінезді болып, оны жақсылыққа тартуымыз міндет болады.